Сәлем баршаңызға. Бүгін өте дәмді, әрі жұмсақ, ауызда тез еритін, қамыры өте нәзік сүзбелі бәліш дайындаймыз. Бұл қамырдың артықшылығы, оны алдын ала дайындап, содан соң тоңазытқышқа салып қоюға да болады. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаймыз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Жұп-жұмсақ болып тұрған сары майымызға қантты қосып, ерігенше араластырып аламыз. Кейін үстінен бір жұмыртқаны қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Массамыз бірігіп бастаған соң, кейін үстінен електен өткен ұнымызды және қопсытқышты қосып, қамырын илей бастаймыз. Нәтижесінде бізде жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын нәзік қамыр шығады. Дайын қамырды целлофанға орап, тоңазытқышқа 20 минутқа қойып аламыз. Осы аралықта пирогтың салмасын дайындаймыз. Салмасына керекті заттардың барлығын бөлме температурасында қойып аламыз. Сүзбемізге қантты қосып, кейін ванилинді және бөлме температурасындағы қаймақты қосып, содан соң крахмал қосып, соңынан жұмыртқаны қосып, барлығын блендердің көмегімен жақсылап езіп алатын боламыз. Нәтижесінде бізде массамыз сұйық емес, қоймалжың болып шығады. Дайын массамызды бір шетке ала тұра, кейін ерекше дәм беру үшін аздап езіліп тұрған бананды алып, домалақтап, турап дайындап аламыз. Уақыты жетіп, тоңазытқыштан қамырды алып, 24 диаметрлік формаға қойып, видеодағыдай етіп, біркелкі етіп жайып алатын боламыз. Салмасын салмас бұрын қамырдың үстінен шанышқымен шаншып аламыз. Кейін бастапқы туралған бананды осы қамырдың бетіне ретімен қойып алып, үстінен дайын сүзбемізді қойып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут аралықта пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын, тұрған бойда салқындатып, бірден кеспей тұрып 3-4 сағат аралықта немесе бір түнге тоңазытқышқа салқындатып, кейін шаймен ұсынсаңыз да болады. Безендіру үшін қант ұнтағын себіңіз. Пирогымызды бірге кесіп қарайық. Қамыры өте жұмсақ, әрі нәзік болып шығады. Дәмі де өте керемет. Мерекелік дастарханға немесе отбасылық шайға күнделікті дайындап көріңіз. Рецептім ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ас болсын.